достар, сіздермен бірге қазақ баласы. Достар, мен сіздерге бір ақпарат айтып кетейін. Енді мен достар 2 аптадан кейін ғана видео түсіретін болам. Неліктен достар? Неліктен? Себебі мен травма ақпалдым тренировкада, яғни мен футболға қатысам ғой, сол тренировкада, допты қайтару керек болды. Ашық қақпаға, баратес кетіп қалған еді. Алдыға шығып және оны алдап өтіп қақпаға соққы жасады. Мен соны қайтарам деп подкат қойдым. Подкат қою барысында мен аяғым нечайда тайып кетті да, енді мен құлап бара жатқансам қолыммен тіреуім керек болса, қолыммен тірейін деп, мен оң қолыммен тірейін деп қойған кезде қолым нечайна қайырылып кетті, яғни қайырылдым. Сосын қайырылып қалған кезде мен сол қолымның үстіне құладым. Сосын кейсім, яғни кейс бар ғой, сол жерім қытырт еткізді, қатты ауырды. Потом мен ағайдан сұранып қайтып үйге келдім. 2 күн гипссіз жүрдім. 2 күн Абдуши Free Fire ойнадым, Rush Wars ойнадым және не ойнадым достар? Brawl Stars өзімнің сүйікті ойыным. Достар, мен сіздерге бірден айтып кетейін тағы да. 2 аптадан кейін неліктен шығады? Өйткені менің қолым қазір гипста, вообще ойнай алмаймын. Мен қолым гипста болса қалай ойнайсың достар? Brawl Starsқа кішкене келеді, но бірақ авто атакамен ғана ойнай аламын достар. Мен өліп қала берем. Сондықтан мен біраз минусқа кіріп кеттім. Содан мен видео түсірмеймін деп шештім. Мен 2 апта айтты, врач 2 аптадан кейін ғана не істейсіңдер деді. 2 аптадан кейін гипсіңді аласың деді. Ал мен оған дейін жатамын, не істеймін басқа. Rush Wars айтпақшы, Rush Wars түсірсем ба дегеннен, бірақ достар қараңыздар, Rush Wars түсірейін десем қараңыздар, мен Rush Wars ойнап отырмын ғой, сол ойнап отырған кезінде ошибка деп қалды, сөйтіп повторить попытку деп қалды. Осы ет нормально сап тұрған, мен сөйтіп нормально, все нормально сап тұрады. Мен повторить попыткуды бастым, ойын кішкене лагат етіп, мені ойыннан қайта повторить попытку деді. Сөйтіп мені ойыннан шығарып жүрді, яғни ойыннан шығарып жүрді. Потом памятта қалды. Сосын мен настройка кіріп, памят тазалап қайтып шыққан кезде не жоқ, Rush Wars жоқ, Turbo VPN. Мен түсінбедім, нечайна өшіріп жібердім ба, сосын өшіріп удалить етіп жібердім ба білмедім. Сосын плеймаркетке кірдім, Turbo VPN тарттым. Қанша рет не істедім достар, Канаданың несіне қойдым, 20-дан көп рет қойдым, 20-дан аса Канаданың несіне VPN, яғни сетіне қойдым. 20 попыткадай жасадым ба, білмеймін, одан да көп даже достар. Содан кейін Rush Wars вообще шықпай кетті, неге екенін түсінбей кеттім. Сосын достар, енді содан кейін Turbo VPN-ді өшірдім. Мен не істеймін, Rush Wars шықпай кетсе, негізі соны түсіруге болады еді, но шықпай кеткен соң мен Free Fire түсіруші деп Free Fire тарттым. Но Free Fire'ға да екем жоқ қой, Brawl Stars'тан соң ше, но басқа қандай ойын тазам, не түсірем деп шештім. Майнкрафт па деп, вообще оны бір қолмен ойнауға нормально болады ғой. Или Royale, Clash of Royale. Бірақ қойш дедім де, 2 аптадан соң Brawl Stars пен Free Fire түсірем деп шештім достар. Мен де Free Fire'да кешесте Brawl Stars'та біраз минусқа кіріп кеттім. Мен Free Fire'да да кірдім, бірақ оған 2 мабут атқанмы. Достар, осыны айтып кетейін дедім мен сіздерге. Достар, ешқайсыңыз каналдан шығып кетпей, 2 апта енді еркек шығарсыздар, енді 2 апта шыдай алатын шығарсыздар. 2 апта шыдап, еркек болсаңыздар, мен 2 апта күтіңіздер. 2 апта күтемін дегенше достар, каникул басталып кетеді достар, яғни 1-ші тоқсан бітеді. Сіздер каникулға шығасыздар, мен де каникулға шығамын. Құдай қаласында қолымда жазылса, Алланың қалауымен қолым жазылса, достар, мен Brawl Stars, Free Fire, Абдуши түсіретін болам. Көремін, стримға да шығуым мүмкін. Сосын достар, мен сіздермен ютубтан прямой трансляция болады ғой, содан не алам ба деген ғой. Прямой трансляцияға шығып, сіздермен веб-камера арқылы өзім бет-бейнемді көрсетіп сөйлесем ба деген.
но ол үшін достар маған 1000 подписчик керек екен, яғни 1000 подписчигің болса ғана сен веб-камерамен, веб-камера демей ақ қояйын, прямой трансляцияға, ютубтан прямой трансляцияға шығып сөйлесуге болады екен достар. Кешіріңіздер, кішкене ақылдық қалды. Солай шығуға болады екен, но менде 1000 подписчик жоқ. Но Алла қаласа болатын шығар енді. Алла қаласа болады, енді Құдай қаласа 1000 подписчик болады. Мен сіздерге осыны айтып кетейін дедім. Тағы не қалды? Меніңше ешнәрсе ұмытқан жоқпын. Сол қазір жатырмын, қолым гипспен. Гипспен жандос болып алдық. Ал ондай болса достар, арнаға жазылып, лайк басып, колокольчикті басып, және кез келген комментария тастап кетеміз. Достар, каналдан шығып кетеміз. Еркек болсаңыздар каналдан шықпай, керісінше мен 2 аптадан кейін видео түсіремін дегенше, қайтып келемін дегенше, каналға 40 подписчик жинап тастаңыздар достар. Ал ондай болса деп айтпай тұрайын. Сосын мен Free Fire'дан достар, Free Fire және Brawl Stars'ын донат етсем ба деп жүрмін, донат жасасам ба деп. Менде ақша бар негізі. Мен жұмысқа шығамын ғой. Сол кезде жұмысқа шыққан кезде енді барлық процентін өзім алмасам да, ата-анамның орнына жұмысқа шығамын. Мен демалыс күндері шығатын едім. Егер қолым жазылып шығып атсам, соны енді барлық 100% аламын. Мен аргеті 20-10% аламын ғой. Вот сол проценттерін жинап, мен донат жасасам ба деп жүрмін. Осы маған қалай бір картама, қалай банковский картама типа сондай бірдеңге керек, екен. Мен соған заказать ету керек екен. Көреміз енді достар, донат ету мүмкін. Көріңіздер, алдағы уақыттарда түрлі скиндар аламыз, мегабокс ашамыз, большой бокс, маленький бокс ашамыз. Яғни бокс деп отқандарым ящиктерде достар. Короче, солай. Ондай болса, сау-сауды достар. Арнаға жазылуды ұмытпаймыз, лайк басуды ұмытпаймыз, және колокольчик басуды ұмытпаймыз. Сау достар. Сау. Не ақ қалды? Достар, кішкене лагат етіп отыр. Сау достар.